Күн ертең Қытайдың Ханчжоу қаласында Азия ойындарының жалауы көтеріледі. 4 жылда бір рет ұйымдастырылатын сары құрлық елдерінің кіші олимпиадасына 30 спорт түрінен еліміздің атынан 524 атлет қатысады. Оның 70-і Шымкент қаласының саңлақтары. Олар 305 медаль үшін бақ сынайды. Ал 5 спортшы Паразиядаға қатысып, еліміздің намысын қорғайды. Бұл дүбірлі додаға Қазақстан құрамасы 1994 жылдан бері 8-ші рет қатысқалы тұр. Кеше Ханчжоу қаласындағы Азияда қалашығында Қазақстан ұлттық құрамасының көк байрағы көтерілді. Азия ойындарында табысты өнер көрсету өте маңызды. Себебі байрақты бәсекеде құрлық чемпионы атағымен қатар спорттың 8 түрінен Париж олимпиадасының жолдамасы сарапқа салынады. Шымкент қаласынан қатысатын спортшылар қатарында әлем және Азия чемпиондары бар. Қазақстан ұлттық құрамасының басшылығы мегаполис қаланың құрамасына жоғары баға беруде. Тарихы тереңде жатқан Түркістан облысынан 26 спортшы қатысады. Оның басым бөлігі командалық ойындардан бақ сынайды. Басты мәселе лайықты өнер көрсетіп, құрама қоржынына медаль жиынтығын салу болып табылады. Шымкент қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Бауыржан Тұманбаев бірқатар спортшыларымыз әлемдік рейтингте көш бастап келе жатқанын атап өтті. Осы айдың 23 мен келесі айдың 8 аралығында еліміздегі спорт саласындағы елеулі оқиғалардың бірі жазғы Азия ойындары өтеді. Бұл Азия ойындарының маңыздылығын өздеріңіз жақсы білесіздер, өйткені бұл Азия құрлығының ең үлкен спорттық іс-шарасы. Бұл жерде 4 жылда бір өтетін болғандықтан, әрбір спортшының осы Азия ойындарына қатысып, және еліміздің атын сол Азия ойындарында көтеруге бар күш-жігерлерін салады. Азия ойындарында бірқатар спорт түрлерінен Париж олимпиадасының лицензиясы сарапқа салынады. Олардың қатарында жерлесіміз Мырзағали Айтжанов басқаратын боксшылар бар. Садақ ату, бессайыс, теннис сынды спорт түрлерінен олимпиада жолдамасы сарапқа салынады. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті шымқала спортшыларының жеңіске жетуіне зор сенім артып отыр. Даңқты спортшыларымызды, жаттықтырушыларымызды шын жүректен құттықтаймын. Осы өңірде Шымкент қаласында да көптеген даңқты спортшыларымыз барған Азия ойындарында, келесі жылғы Париждегі олимпиадада шымкенттіктерге сәттілік тілеймін. Біздің спортшыларымыз жақсы деңгейде қатысып, жеңіске жетуіне тілектеспін. Әлемнің мықтылары сынға түсетін аламан додада жерлестерімізге жеңіс тілейміз. Саңлақтарымыз ел үмітін ақтайды деген сенімдеміз. Алға Қазақстан. Ернұр Бөбеев, Ильяс Жолдас, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.